Қайырлы күн шебер қаншайымдар. Бүгін біз осындай үйдегі простой ободокты біз әдемілеп мұндай тоқыма жіппен сәндейтін боламыз. Сыртына тоқып көлістеп тоқитын боламыз. Ол үшін бізге ободок простой и крючок и мынандай тоқыма жіп қажет болады. Ал енді жұмысымызды бастайық. Ол үшін мына жіпті бір түйнеп аламыз. Түйнеп алып, осыдан 4 рет жүргізіп шығамыз. 1, 2, 3, 4. 4 рет жүргізіп болып, басындағы бірінші өткізген крючокқа өткізіп шығамыз. 1, 2. Бізге кішкентай не пайда болды. Енді осы тоқығанымызды әрқайсынан екі-екеуден без накидка жүргізіп шығамыз. Біреу, екеу. Енді екіншімізден. Енді біз 2 неден 3 неден 6 шығады. Әрқайсы 2-ден жүргізген. Енді осыны 6-ды құр өзін без накидка қылып жүргіземіз. Және бір тесіктен 2 жүргізген болсақ, енді әр тесіктен жеке біреу жүргіземіз, бірақ без накидка қылып тоқып шығамыз. Міне бізде кішкентай мынандай шұңқыр пайда болды. Осыған қазір ободогын кіргізіп көреміз. Өйстіп біз айналдырып, мына жерге дейін тоқып шығатын боламыз. Міне бізде осындай ободок пайда болды. Ал енді осыны бетіне әдемі гүл түсіретін боламыз.